Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің қарастырып тұратын тақырыбымыз жасанды интеллектті модель шешімді қалай табу. Бұл презентацияда жасанды интеллект модель шешім қабылдау процесі қарастырылады. Біз жасанды интеллекттің қалай жаңа ақпаратты іздеп нәтижеге келетінін түсіндіреміз. Сонымен қатар модель ішіндегі жұмыс логикасымен қолданылатын алгоритмдерге тоқталамыз. Жасанды интеллект жүйесінің ең маңызды ерекшелігі оның шешім қабылдау қабілеті. Бұл дегеніміз компьютер адамның ойлау және талдау қабілетін модельдеп, деректер негізінде ең тиімді шешімді таңдай алуы. Жасанды интеллект шешім қабылдауы, деректерді талдау, заңдылықтарды анықтау және нәтижені болжау процесі. Жасанды интеллекттің шешім қабылдау кезеңдері: деректерді қабылдау. Жасанды интеллект жүйесіне сурет, мәтін, сандық мәндер немесе аудио сияқты ақпарат беріледі. Модельдің ішіндегі өңдеу. Алгоритмдер іске қосылып, нейрондық желі қабаттары сигналдары өңдейді. Үлгілер мен белгілер салыстырылады. Болжам жасау. Модель нәтиже шығарады. Мысалы, мысық иә немесе жоқ. Ықтималдылықпен ауру бар. Шешім қабылдау ұғымы. Шешім қабылдау бұл баламалы нұсқалар арасындағы ең тиімдісін таңдау әрекеті. Адам сияқты жасанды интеллект жүйесі де шешім қабылдау үшін мәселені түсінеді, ақпарат жинайды, талдау жүргізеді, нәтиже шығарып әрекет етеді. Жасанды интеллект моделінің шешім қабылдау кезеңдеріне: деректерді қабылдау. Модель сенсорлардан, камералардан, дерекқорлардан ақпарат алады. Алдын ала өңдеу. Деректер тазартылады, қалыпқа келтіріледі. Үйрену. Алгоритм үлгілер мен заңдылықтарды үйренеді. Болжау немесе классификация. Модель жаңа деректер үшін нәтиже шығарады. Бағалау және шешім. Нәтижелер негізінде шешім қабылданады. Мысал алатын болсақ, суреттен мысық пен ажырату процесі. Бірінші кезекте пайдаланушы суретті жүктейді. Екінші кезекте өңделеді. Модель пикселдер негізінде мысық пен ит белгілерін салыстырады. Құлақ формасы, мұрынның орналасуы. Модель бұл 87% ықтималдылықпен мысық деген шешім. Модельдердің шешім қабылдау логикасы. Жасанды интеллект модельдері шешім қабылдауда математикалық және ықтималдылық әдістерге сүйенеді. Олар әрбір ықтимал шешімге ықтималдық мән береді және ең жоғарғы мәнге ие нұсқаны таңдайды. Жасанды нейрондық желінің жұмыс логикасы. Нейрон ақпаратты қабылдап, салмақпен көбейтіп, активация функциясы арқылы шығыс береді. Қабаттар көптеген нейрондар қатарынан тұрады. Деректерді өңдеп, келесі қабатқа жібереді. Шешім қабылдау. Соңғы қабаттағы нәтиже модельдің болжамы. Модель шешімінің негіздері: үлгіні тану, үйренген деректердегі ұқсастықтарды анықтау, салмақ, әр белгіге қаншалықты мән беру керектігін көрсетеді. Активация функциясы шешім мен шегін анықтап, не таңдалатынын белгілейді. Мақсат функциясы модельден қателігін өлшеп, оны азайтуға бағытталған.
Қолданылатын бізді алгоритм түрлеріне мысал келтірілген. Шешім сапасына әсер ететін факторлар. Деректер сапасы. Үйренген деректердің сапасы шешімнің дәлдігіне әсер етеді. Модель күрделілігі. Күрделі модельдер күрделі мәселелерді жақсы шешеді. Бірақ артық үйрену қаупі бар. Үйрену уақыты. Көп уақыт пен ресурсты жақсы үйренуге мүмкіндік береді. Деректер теңестірілуі. Теңестірілмеген деректер модельді бұрмалауы мүмкін. Күшейтілген оқытудағы шешім қабылдау. Күшейтілген уақытта модель әрекет етіп, нәтижесінде сыйақы немесе жазалады. Мысалы, робот лабиринттен шығу жолын іздейді. Дұрыс бағыт +1 ұпай, қате бағыт болса -1 ұпай. Көп мәрте қайталау арқылы робот ең дұрыс шешімді үйренеді. Модель шешім қабылдаудағы ықтималдылықпен тәуекел. Кейбір жағдайларда модель нақты емес, тек ықтимал шешім. Мысалы, медицинада диагноз қою кезінде жүйе былай деп айтады: 90% ықтималдылықпен пневмония, 10% ықтималдылықпен тұмау. Мұндай жүйелерде шешім адам сарапшының бақылауымен қабылданады. Қорытындылай келе, жасанды интелекттің моделі шешім қабылдауды математикалық есептеу, логикалық ережелер мен ықтималдылыққа негіздейді. Ол адам сияқты ойланады, бірақ эмоциясы тек дерекке сүйенеді. Құрметті студенттер, мынау сіздерге қосымша бақылау сұрақтары. Осы сұрақтарда қарастырылып келіңіздер. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар.